Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді және тез дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымызды осылай бір ыдыста қайнатып алатын боламыз. Қайнатып жатқан кезімізде бір қайнап шыққаннан кейін осылай тұзын салып жіберсеңіз, тұзы сіңімді болып шығатын болады. Міне керекті қайнап шыққан заттарымыздың барлығын осылай сыртын ашып, тазалап дайындап аламыз. Бұл жерде колбаса Нарлен. Міне көріп тұрғандарыңыздай, егер қаласаңыздар, орнына вареный колбаса қоссаңыздар болады. Салатымызға керекті заттардың барлығын осылай ұзынша етіп видеодағыдай турап аламыз. Жеңіл әрі тойымды салаттардың бірі. Құрметті достар, менің видеомды соңына дейін көріңіздер, және де лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тұзды көп салып жібермеңіздер бірден, өйткені біз қайнап жатқан кезде
азырақ тұз салған болатынбыз. Майонездің міндетті түрде 67%-ын қосыңыздар. Сол кезде қою әдемі болып шығады. Тұзды дәміне қарай қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді бөлек ыдысымызға салып қоямыз. Құрметті достар, осымен біздің салатымыз дайын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.